Ей жігіттер, деді Сабаз, сендердің ертектеріңе әбден тойдым. Ана қызбен таныстым, мына қызбен жүрдім дейсіңдер. Осы былшылдарыңды естіп келе жатқаныма биыл тура 5 жыл толады. Тындырған түктерің жоқ. Тек мына Оралбай ғана нағыз жігіт. 2 рет үйленіп үлгерген. Қане, келісіп алайық. Қазір мен мына бөтелкені айналдырамын. Аузы кімге қараса, сол шынын айтады. Біз 5 жігіт едік. Соңғы курстың студенттеріміз. Жылдағыдай мақта терімде жүріп жатырмыз. Кешелі бері жауған жауын жан рахаты болды. Көрпенің астына кіріп алып, ұйықтайтындай бір келіп. Енді міне оңашаланып алып, совхоздың қызыл виносын ермек қылып жатырмыз. Сабаз винодан босаған шөлмекті шыр айналдырды. Бөтелкенің аузы Есентайға қарап тоқтады. Ал Есентай, шыныңды айт, деді Сабаз жағадан алғандай болып. Қанша қыздың шаруасын бітірдің? Ешкімнің де, деп шыр ете қалды Есентай. Мен қыздардың қолынан алып амандасқаным болмаса, одан әріге барған емеспін. Жаның шықсын, деді Боранбай. Өткенде айтып едің ғой Гүлжанмен болдым деп. Кешір, деді Есентай жалбарына қарап. Әншейін аузымнан шығып кетіпті. Өй, сілімтік-ай. Өзім де солай ойлап едім. Осыдан ондай еркектік қайдан шықсын деп едім. Мен Есентайды жақсы білемін. Бір қарағанда қабілетті жігіт ақ. Сабақты жақсы оқиды. Аздап домбырада тартады, әнде салады. Спортсмен. Институт футбол командасының қақпашысы. Әттең, ерік күші жоқ. Кім айтса, не десе, соны орындауға мәстір. Есентайдың Гүлжанмен жүргені рас. Онда да қыздың икемдеуімен. Кім білсін, пысық Гүлжан институтты бітірген соң сопайып ауылға қайтпай-ақ қояйын. Осы бір сыдырғы Есентайға тиіп алайын деді ме. Курстас құрбысының үйлену тойынан шығарып, сүйрегендей қылып жатын бөлмеге алып келсе де, таң атқанға дейін түк бітірмепті ғой Есентай. Есентай, сенікі енді түсінікті болды, деп Сабаз бөтелкені қайта айналдырды. Кезек Оралбайға келді. Менің сырымды бәрің білесіңдер ғой, несін айтамын, деп қашқақтады ол. Бірінші қатынды қалай алдың? Кейіннен неге қоя бердің? Соныңды айт, деп мәселені төтесінен қойды Сабаз. Айтсам, менің әке-шешем кәрі кісілер ғой. Бұрынғы туған балалары бірінен кейін бірі шетінеп, жалғыз өзімді әзерге ұстап қалыпты. Жасым 18-ге толар-толмастан қоярда қоймай үйленуге көндірді. Сол бірінші курсты бітірген жылы жазда әперем деген қызын алмай, өзім ұнатқан Ақсылуды алып қаштым ғой. Шындығы, мен өзім емес, ауылда қалған ұрдажы құрдастарым көрші ауылдан алып қашып келді. Бірақ сүйдім деген Ақсылуым көнбей қойсын. Ауылдың барлық қатындары жабылып, басына орамал сала алмады. Ақыры болмаған соң жеңгем, еркек болсаң әрекетіңді қыл, деп құлағыма сыбырлап, мені қыз отырған бөлмеге кіргізіп жіберді. Ақсылу жаным деп қасына жақындап барып едім, қатты бір нәрсемен бетіме салып кеп жібергені, көзімнің оты жарқ етті. Мұрным зырқылдаған болуы керек, жыламшы қан заулап қоя берді. Теріс айналып тұра жүгірдім. Иә, сонымен не болды? Не болушы еді? Ештеңе де. Мұрнынан аққан қанды әзер тоқтаттым. Ақсылуды үйіне апартқызып тастадым да, сол күні әкем айтқан қызды алып келдім. Бірақ бірге тұра алмадық. Сендерге өтірік, маған шын, тура тірі өліктерсің. Тұр десең тұрады, жат десең жатады. Не қылығы жоқ, не сөз жоқ, мыңқ етпейді. Айналып келіп үндемей, тірлігін істей береді. Содан да болар, жалықтым. Енді мынау тіпті ажырасқанда да ләмілем демеді. Мына Сабаздың 2 қыз алды дегені осы. Жігіттер, сен қыз алғансың, қуыршақ алғансың деп мені біраз мұқатып жіберді, деп әңгімесін аяқтады бұл. Бірден бір қырлы стаканды толтырып алып тартып кеп жібердік. Тағы да бір шөлмек босады. Сабаз бөтелкені шыр айналдырып еді, енді аузы өзіне қарап еді. Мен соңынан айтайын, деп Сабаз бөтелкені маған ыңғайламақшы болды. Төрде тұрған Боранбай гүр ете қалды.
Жоқ, бұл бұлай болмайды. Сен енді өзің айтасың. Бәріміздің әңгімемізді тыңдап, ал қане, басынан баста әңгімеңе құлақ түрдік. Жасы да бізден үлкенірек, кеуделі келісті келген Боранбай біздің көшбасшымыз секілді. Төменгі курстың студенттерін есіктегі бөлмеге ысыртып тастап, бүгінгі оңаша отырысты ұйымдастырғанда сол. Біздің тұяғымыз да қимылдаған жоқ. Боранбай айтайтындай інішектердің бірі вино, бірі шай әкеліп, есікті сыртынан жауып шығып кеткен еді. Мен айтсам, деп Сабаз біраз ойланып қалды. Сабаз, өздеріңе талай айтқан Теңгегүл мен Баян туралы хикаялардың бәрі рас. Менен бір класс жоғары оқитын Теңгегүл маған махаббаттың қыр-сырын үйретіп, ақыры мектепті бітірген жылы әскерден келген жігітке кеуге тиіп алды ғой. Ғашықтыққа елтіп қалған мен байғұс өзімді қоярға жер таппадым. Тіпті асылып өлмекші де болдым. Бірақ жан тәтті ме, жоқ, сол жігітті өлтіруім керек деп өзіме серт бергендігім бе? Әйтеуір әзірге дейін аман жүрмін ғой. Сабаз өзінің сөзіне өзі біраз күліп алды. Ал Баян өз жұдырықтай әдемі, қылықты бәле еді ғой. Турасын айтсам, Баян Теңгегүлдің ағасының қызы еді. Алғашқыда менің хатымды Теңгегүлге тасып жүретін. Кейіннен екеуміз жүріп кеттік. Мен осында бірінші курсты бітірген жылы Алматыға барып оқуға түсті де, бір аспиранттың үйінен бірақ шықты. Әй Сабаз, өзің айтпақшы былшылдай бермей, төтесіне көш, деп күшірледі Боранбай. Төтесіне көшсем, менің бетімді алғаш ашқан сол Теңгегүл болды. Мектепте жүргенде ме? Деп елең ете қалды Есентай. Жоқ, осыдан 2 жыл бұрын, күздің күні еді, Советский көшесімен салып ұрып келе жатсам, менен көзін алмай, Теңгегүл алдымнан шыға келсін. Күйеуге тигелі көрмегенмін. Екеуміздің хикаямыз мектепте ғана емес, бүкіл ауылға аян болған еді. Оның бер жағында бізге ағайын болып келетін күйеуі қызғаншақ ести салып, бірдеңені бүлдірген бе білмеймін. Бізге ағайын болып келетін еді бұның күйеуі. Қызғаншақ, өте қызғаншақ, негерек өкпелеген түр танытып, Теңгегүлге бір ретте жолықпағанмын. Я, жігіт, халің қалай? Деп жайраңдап амандасты ол. Қыз кезінде етжеңдет, әжептеуір ысылыпты, жағы сопайып, көзі бақырайып, солқылдақ келіншек болыпты. Екеуміз аттам жердегі саябаққа барып, ұзақ әңгімелестік. Сені сағындым, деді ол. Қатты сағындым. Мектепте жүргенде біздің махаббатымыз жайын-жайын ермек көрінетін. Мен сені әпкең сияқты жақсы көретінмін. Бірақ кейін күйеуге шыққан соң қатты өкіндім. Теңгегүл мені сол күні кешке осындағы әпкесінің үйіне қонаққа шақырды. Барсам, 4 адамға лайықтап стол жасап қойыпты. Жезде мен әпкем жұмыстарынан кешігіп жатыр, келіп қалар, деп дастархан басына шақырды. Тамақ жедік, бөтелкелерді ашып, коньяк іштік. Патефонға пластинка қойып, екеуден-екеу биледік. Ақыры ешкімнің де келмейтіні анық болды. Теңгегүл мені төсекке қарай жетеледі. Қарсыласқаным жоқ. Сол күні таң атқанша өң мен түстің арасындағыдай күй кештім. Теңгегүл бірде ысып, ыңырсып, бірде қыстыға жылап, құшақтап сүйіп, есімнен тандырды. Мен өзімнің не істеп, не қойғанымды білмедім. Таң ата ұйықтап кетіппін. Түс қайтқанда әзер ояндық. Зәрқысып кеткен екен. Жуынып шайынып дастархан басына қайта отырдық. Сен бала, жігіт болып қалдысың ғой, деп сықылықтап күлді Теңгегүл. Менің қыздығым саған бұйырмаған еді. Есесіне сені мен ауыздандырдым. Соңғыла Теңгегүл, менің әлі ешкімнің етегін көтермегенді қайдан біліп қойған екен. Орнымнан тұрып барып, сүймекші болып едім, жолатпады. Жа, жетер енді. Осы тойғаныңа разы бол. Сағынып келіп едім, мауқым басылды. Сен менің алғашқы да соңғы махаббатым болып қала бересің. Мен ертең елге қайтамын. Іздеп әуре болма. Жоқ, жоқ деп айқайлап жібердім. Мен сенен енді айырылмаймын. Мәңгі бақи бірге боламыз. Мен сені сүйем Теңгегүл. Имандай шыным. Сенсіз өмір сүре алмаймын. Мен жылап жібердім. Көзімнен жас парлап ақты. Жүгіріп барып Теңгегүлді құшақтап сүймекке тағы да әрекеттендім. Тоқтат,
деп ашулы тіл қатты Теңгегүл. Мен сені жігіт болдың ба деп айтып отырсам, бекер айтыппын. Әлі бала екенсің. Есіңді жи. Мен біреудің басыбайлы қатынымын. Кімді алғаш көрсем, сонымен ағарамын. Теңгегүлдің діні қатты екенін бұрыннан білетінмін. Мына тірлігіне түсінбей қалдым. Әйел баласының құйтырқысы көп деуші еді әкем. Рас екен. Не керек? Басым салбырап, жатақханаға қайттым. Сабаздың әңгімесінен кейін бәріміз үнсіз қалыппыз. Есентай, құй, деп әмір берді Боранбай. Қырлы стакандарды соғыстырып, тағы да ішіп алдық. Әй Сабаз, одан кейін не болды? Деп сұрады Оралбай. Ештеңе де болған жоқ. Теңгегүлді қайтып көрмедім. Іздеп бармақшы болып талай оқталдым, бірақ бара алмадым. Ал Баян ше? Ол Баянның күйеуі параламын деп сотталып, істі болып кеткен. Осында оқитын құрбысынан жақында сәлем айтып, адресін беріпті. Хабарласуға құлқым болмады. Ал болдыңдар ма? Деп сөзге ыңғайланды Боранбай. Ал мына коммунистен бәрібір еш нәрсе шықпайды, деп мені нұсқады. Өліп өшкен Анжеликасының некесін қиып, той жасағанға дейін бір талшасын жерге түсірмейді. Ал енді мен тыңдаңдар. Ауылдағы орталау мектепті бітірген соң, әрі қарай оқи алмадым. Жақын жерде орта мектепте болмады. Оның үстіне әкем жылқы бағуға жәрдемшіде керек болып деп мені алып қалды. Біздің Шаянның жері шүйгін ғой шіркін. Қысы жазы жылқылар өз аяғымен тамағын тауып жейді. Тек ит құсап аман сақтасаң болғаны. Бірақ жас адам жеке жүргеннен жалығады екен. 2 жылдан соң оқимын деп қиғылық салдым. Ақыр болмаған соң әкем совхоздың орталығында тұратын жамағайын туысымыздың үйіне апарып тастады. Үйдің егесі 2 жыл бұрын аяқ астынан ауырып қайтыс болып кеткен еді. Артында әлі мектепке бармаған 2 баласы қалған. Әйелім мен жаныма жалау боларсың деп жақсы қабылдады. Расында да ауыл жағдайында еркексіз үйдің күні қараң. Малға қарап, барлығын шығару керек. Отын жарып, жоңышқа ору керек. Енді соның бәрі менің мойнымда. Оның бер жағында, орталықта қатынағандарға шешем сыққан сары май бар ма, қақтаған ет бар ма, сыбаға деп беріп жібереді. Бәрі ойдағыда еді. Әңгіменің қызығы қар жауып, күн суыған соң басталды. Жеңешем алдымен қоршын тамның 2-ші жағында жатқан мені жаурап қаласың деп от жағылатын өзінің бөлмесіне кіргізіп алды. Байқаймын, күн өткен сайын төсектеріміз жақындап келе жатқандай ма? Мен де тірі жанмын ғой. Төсекке жатқан соң жеңешемнің дем алсын, жүрек соғысын, бәрін тыңдай бастадым. Бір күні ол маған қарай жалаңаш білегін созғандай болды. Одан әрі шыдам қалмады. Лып етіп төсегіне кіріп бардым. Кетәрі деген жоқ. Ауа жетпей алқынып құшақтай алдым. Не керек, бір қолыммен көйлегін көтеріп жібердім. Резинкалы лыпасын сырғанатып, асығып сыпырып тастадым. Өзімді де ыңғайлап, 2 санның арасына кіре бергенімде масқарам шығып, бойымнан қуатым құйылып ақ кеткені. Тізете қалған бір ұттам нәрсе кеудесіне қарай шашырады. Ойбай-ау, мырзағай, байқасаң қайтеді, дейді жеңешем. Тура үстіне бір шай төгіліп алған адам сияқты. Ұяттан өртене жаздап, өз төсегіме кеп жаттым. Жүрегім дүрсілдеп, кеудемнен шығып кете жаздады. Жеңешем шырағын жағып, үсті басын жуып тазалап, шкафтан таза іш көйлегін алып, ауыстырды. Шамды сөндіріп, орнына жатты да, қолын созып, мені өзіне тартты. Болары болды, енді ұялмай-ақ қой, деді. Ағаң болса өлді, Құдай алдында да күнәһар емеспіз. Өзің билеп түстей бер. Құшағымыз қайта айқасты. Бұл жолы мүлт жібергенім жоқ. Ертеңінен бастап үйге бөтен біреу қонып қалмаса, төсекті бірге салатын болды. Турлай ерлі зайыптылардай тұрып жаттық. Тіпті каникул кезінде де қора салуды сылтауратып,
осында қалып қойдым. Мектепті бітіріп, қалаға аттанарда жылап тұрып, көңілдегісін айтты. Мырзаға айналайын, байымнан көрмеген қызығымды сенен көрдім. Енді ағаңа тұсау болмайын, оқуыңды жалғастыр, бірақ үйленгеніңе дейін мені ұмытып кетпе. Тағы бір айтайын дегенім, менің ішімде 3 айлық бала бар. Мақұл десең, сенің ескерткішің болсын. Туып алайын. Жұрт өсек қылса, қыла берсін. Кімнің көлеңкесі түсіп жүр дейді маған. Қалауын білсін, дедім. Боранбай, сен қазірде бір жесір келіншектің үйінде квартирада тұрмайсың ба? Деп сөзге қыстырылдым. Я, сол жеңешем ғой. 1-2 жыл күліп қарсы алып, жылап шығарып салып жүрді де, ақыры қалаға көшіп келген. Осыдан барған соң некеге тұрмақшымын. Осы кештен кейін Боранбайға аса бір құрметпен қарайтын болдым.